Бурабай экспресс электропойызында Қазақстан темір жолы магистральдық желі дирекциясының қауіпсіздік жөніндегі атқарушы директоры журналистермен кездесті. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы қауіпсіздік сұрақтар мәселесі бойынша тақырып болды. Адамдардың темір жолға шығуына байланысты, темір жолдағы жол апаттарына байланысты, переездермен байланысты. Месячник талаптары бойынша 102 группа топ құрылып, бүткіл Қазақстан бойынша мектептерді аралап, темір жолдағы ережелерін таныстырып өтіп жатыр. Жас өспірімдерге, оқушыларға жалпы осындай жұмыстар жүріп жатыр. Компания деректеріне сәйкес 2025 жылдың 8 айында 44 адамда пойыз соғуы дерегі тіркелді. Оның 27-сі көз жұмған. Қайғылы оқиғалардың басты себептері мас күйде жолға шығу, құлаққап тағып не рұқсат етілмеген жерден өту, вагондардың астынан жүру және суицид. Теміржолшылардың кәсіби әрекетінің арқасында биыл 77-ден астам жол көлік апатын болдырмады. Соңғы 5 жылда теміржол өткелдерінде 124 апат болған. Негізгі себеп жеңіл көлік жүргізушілердің асығыстығы мен ережені елемеуі. Қауіпсіздікті күшейту үшін қтж бейнебақылау жүйесін енгізуде. Компания алдағы уақытта да халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шараларды жалғастырады.